Сәлеметсіздер ме балалар, бізде жаратылыстану. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы жарықтың жұтылуы деген не? Бүгінгі өтетін сабағымыздың мақсаты құрылған эксперимент жоспарына сәйкес жаңа зат алу, алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну. Балалар, бүгінгі сабағымызды мына өлең жолдарымен бастайық. Күн шуағын шашып жылуын төкті, оң жақ көршіңді құшақта, сол жақ көршіңді құшақта. Бүгінгі сабақ барысында біз бір отбасымыз. Балалар, бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы жарықтың жұтылуы деген не? Айналаны қара, қандай түстерді көріп тұрсың? Жарықтың түсі қандай деп ойлайсың? Неліктен? Кемпір қосақ қандай түстерден тұрады? Кемпір қосақ қалай пайда болады? Сен ақ жарық деген сөзді естіген боларсың. Күн сәулесін біз ақ жарық ретінде көреміз. Осы ақ жарық 7 түстен құралады. Оны ең алғаш 1672 жылы ағылшын ғалымы Исаак Ньютон ашқан. Ол жарық сәулесі шыны призма арқылы өткенде 7 түске қызыл, қызғылт, сары, жасыл, көгілдір, көк, күлгін түстерге бөлінетінін байқаған. Кемпір қосақта дәл осылай пайда болады. Мұнда су тамшылары призманың рөлін атқарады. Жаңбырдан кейін күн шығып, күннің сәулесі ауадағы мөлдір су тамшылары арқылы өткенде ол 7 түске жіктеледі. Зерттеу жұмысы: ақ жарық қалай пайда болады? Бүгінгі зерттеу жұмысына қажетті заттар: түрлі түсті қарындаш, қатты қағаз, қайшы. Зерттеу жұмысын басталмас бұрын қауіпсіздік ережесін есімізге түсіріп алайық. Қайшыны қолданар кезде абайлап ұстау қажет. Кезектесіп жұмыс жасаймыз. Қарындаштарды бір-бірімізге лақтырып бермейміз. Қатты қағазға алдымен дөңгелек сызып аламыз. Сызып болғаннан кейін қайшымен қиямыз. Содан кейін кемпір қосақтың суретін саламыз. Сурет салып болғаннан кейін суретті жарыққа апарып қоямыз. Сол кезде бізде кемпір қосақтың суреті пайда болады. Есте сақта: жарық сәулесі жұтылады және шағылады. Осы құбылыс нәтижесінде біз айналадағы денелерді көреміз әрі түстерді ажыратамыз. Сен білесің бе, дененің түсі мен жарық бір-бірімен тығыз байланысты. Егер жарық болмаса, түстерді ажыратпаймыз. Сондықтан да қараңғы бөлмеде еш нәрсе көрмейміз. Оқушылар, бүгінгі сабағымызда ақылды үкі әдісін қорытындылаймыз. Мен бәрін түсіндім, сабақты түсіндім, сабақ қызықсыз өтті деген оқушылар өз көңіл күйлерінде смайлик арқылы білдіріп кетесіздер.